Баршаңызға ассалаумағалейкум алтындарым, менің каналымды қолдаушылар, ары қарай дамытушы жақындарыма, подписчиктеріме көп рахмет айтамын. Бүгін өте дәмді осындай жұмсақ пицца пісіретін боламыз. Үй жағдайында міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Бізге жылы суға қантымызды, тұзымызды саламыз, және де зәйтүн майымызды құямыз. Оның үстіне ашытқымызды салатын боламыз. Егер де зәйтүн майларыңыз жоқ болса, кәдімгі сұйық майды қолдана берсеңіздер болады. Ашытқымызды осылай салып аламыз. Менде абайсызда төгіліп қалды. Өлшемдерін бәрін описанияға жазып қоямын. Сол жерден қарап жасап көріңіздер. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Сонда біздің пиццамыздың наны жақсы көтеріліп пісетін болады. Енді осы суымызды алып, ұнымызға құйып, тура видеодағыдай қамырымызды илейтін боламыз. Қамыр бізде қатты қамыр болмайды, орташа жұмсақтықта болып шығады. Ол қамырды бір 40-50 минутқа жылы жерге бетін жауып қоямыз. Яғни біздің қамырымыз ашуы қажет. Мінекей достар, біздің қамырымыз тұрды. 1 сағат. Осы қамырды алып 2-ге бөлсеңіздер, яғни 30-ка пицца жасасаңыздар 2-ге бөлсеңіздер болады. Мен үлкен бір пицца жасайтын болғандықтан 2-ге бөлген жоқпын. Қамырымызды алып, ұнымызды себелей отырып, оқтаумен жайып алатын боламын. Егер де қолмен жайсаңыздар да болады, қамырымыз өйткені жұмсақ. Мен осылай оқтаумен жайып аламын. Дәл осы сәттен бастап духовкаларыңызды қыздыра беріңіздер. Бізге начинкаға колбаса, ірімшік, яғни томат пастасы, менде сонымен қатар майонез қажет болады. Әркім өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Тауық еті, саңырауқұлақ деген сияқты. Духовканы 350 градуста қыздырып қойыңыздар. 10 минутта 7-10 минутта пісіп шығады. Егер де духовкаларыңыз қатты қызбай, ертерек салып қойсаңыздар, онда пиццалардың наны көтерілмей, қатты болып пісіп шығады. Осылай кетчуп майонезімізді жағып болғаннан кейін сырымызды сеуіп шығамыз, теркадан өткізілген. Онан кейін халал осындай колбасамызды жұқалап кесіп, бетіне сәндеп қоямыз. Және де достар, менің каналыма көбісі тіркелмей көреді екен. Өтініш арасында тіркеліп қойсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып қойсаңыздар. Егер де мен видеоларым үй жағдайында қарапайым ғана видеоларым ұнап жатса, жақындарыңызға, туыстарыңызға таратып, көмектесіп жіберсеңіздер, алдын ала рахмет айтамын. Осылай қалған сырымызды сеуіп, бетін сәндеп шығатын боламыз. Біздің пиццамыз 350 градуста 10 минутта пісіп шықты. Енді кесіп көреміз. Жұмсақ болып тұрады. Наны да, ірімшігі де әдемі болып еріп, күшті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеода да көрініп тұрғандай, наны да піседі. Жұмсақ болып шығады. Балапандарыңызға пісіріп, қуантып қойсаңыздар болады. Үлкен бір пицца болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар. Жасап көріңіздер.